Сәлем достар, сіздермен бірге қайта қауышқан мен Мисс Молли Кизет. Достар, бізде бүгін мен осы ашық хатты жасаймын, және де бұл 7 мамырға арналған. Бүгін 7 мамыр барлық қазақстандықтарды Отан қорғаушылар күнімен шын жүректен құттықтаймын. Ендеше бүгінгі ашық хатымызды жасауды бастайық. Достар, бізге бұл ашық хатты жасау үшін мінеки осы қайшы, желім, және де осындай өшіргіш, қалам, ақ түсті қағаз және де түрлі түсті қағаз қажет болады. Ең бірінші, осы ақ түсті қағазымызды екіге бүктеп аламыз. Достар, мен осылай екіге бүктеп алдым. Міне ашық хат сияқты болады. Және де мен осы 8 дана жасап жатырмын. Қазір 3 данасын бірге жасап жатырмын, ал енді қалған 5 данасын енді жасаймын. Мінеки екеуінің де біреуі қалың осындай, ал біреуі осындай жұқа сызықтармен. Мен қазір осы жасап жатқан ашық хатымның осы 2 қоңыр сызығын дайындап қойдым, екеуі де қалың. Енді сары сызығын дайындайтын боламыз. Енді осыларды желімдейміз. Достар, мен желімнің көмегімен желімдеп болдым. Осы қатарын енді үстіңгі қатарына тура осылай желімдеп шығатын боламыз. Мінеки біз енді желімдеп болдық. Енді мына жерге 7 деген санды жабыстыратын боламыз. 7 саннан бұрын осы жерге әдемі жұлдызды жабыстырамыз. Достар, мен осы бірінші қызыл жұлдызымды жасап болдым. Енді оның жеріне сары немесе қоңыр түсті жұлдыз жасасаңыздар болады. Достар, мен жұлдызым дайын болды. Енді осы жұлдызымызды жабыстырып көрсетейін. Менің ашық хатым дайын. Осы бетті енді осы жерге сурет саламыз. 7 мамыр мерекелерімізбен деп жазамыз. Достар, мен 7 мамыр деп жаздым. Енді қазір мен мерекелерімізбен деп жазамын. Мен 7 мамыр мерекелерімізбен деп арнайы сызып әдеміледім. Бір түсті болып осы жеріне мен қазір күндердің суреттерін салатын боламын. Достар, мен осылай жасадым. Сіздер де осылай жасаңыздар болады. Менде осылай керемет